Бастай берейін ба? Тағы да сәлем оқушым. Осынау шиқылдаған естіле ма? Естілмейді ғой, шиқылдап мазаны алды, алдыңыз. Бастай берейін. Тағы да сәлем оқушым. Вектор тақырыбына арналған видео сабағымның екінші бөліміне қош келдің. Ендеше кеттік, бисмиллах деп екінші бөлімді бастаймыз. Біз соңғы рет бірінші бөлімде осы үшінші есеппен тоқтаған болатынбыз. Алғашқы үш қасиетті өттік. Ендеше әрмен қарай жалғастырамыз. Яғни вектордың қасиеттеріне тоқталып, және соларға плюс есептерін бірден көрсетіп жатырмын. Ал кеттік. Төртінші қасиет. Бізде векторлардың қосындысы. Бізде бұл жерде екі вектордың қосындысы туралы әңгіме сөз қозғап көрейік. Жалпы бізде екі вектор қосылу үшін, оқушым, екі вектордың қосындысы үшбұрыш немесе параллелограмм ережесімен анықталады екен. Бірінші үшбұрыш ережесі мынау тұр. Параллелограмм ережесі мынау тұр. Енді осыны түсіндірейін. Жалпы бізде айтады да, мысалы саған бір вектор берсін дейді. Мысалы үшінге А векторы мына жерде. Сосын мына жерде Б векторы болсын дейді. Б векторы. Не байқап тұрсың оқушым? Бұлар бір-бірінің артынан қуалаған. Байқадың ба? Мынау біткен жерден, мына ұшы келіп тоқтаған жерден әрмен қарай Б вектор жалғастырған. Мына әрмен қарай басталып кеткен. Сосын мынау келіп мына жерге аяқтаған. Сонда мына жерден басталды, ең басы басталды. А векторы мына жерге келіп аяқталды. Одан кейін аяқталған жерден қалғаны жалғастырып кетті. Мынау жылан сияқты бір-бірінің артынан қуалап жүру керек. Векторлар бір-бірінің артынан қуалаған кезде екі вектор. Онда бұларды үшбұрыштар ережесімен қосуымызға болады. А векторы мен Б векторының қосындысы, оқушым, қара. Мына жерде А болады. Мына жерде басы болады, мынау соңы болады. Сонда басы мен соңын қоса салуға болады. Мынау басталған нүктесі еді ғой. Мынау басы еді. Мына жер соңы болды да, дәл осы жеріне әрмен қарай жалғастырып кетті. Мына жер қайттан басы болды, мынау соңы болды. Сонда ең басы менен ең соңын қоса салсақ, бізде С дейтін вектор пайда болады. Бұл А мен Б-ның қосындысы деген сөз. Түсінікті ма? Сонда үшбұрыштар ережесі бойынша, егерде екі вектор бір-бірінің артынан қуалаған болса, ондай жағдайда ең бастапқы басталу нүктесі мен ең соңғы стрелка аяқталған нүктені қоса салсақ, бізде А мен Б-ның қосындысы шығады екен. Сонда мына жердегі С векторы бұл басқаша А мен Б-ның қосындысы деп айтсақ та болады екен. Болды осы. Егерде нүктелермен әңгіме сөз қозғайтын болсақ, бұл былай болады. Мысалы, басталу нүктесі А нүктесімен басталды, мынау В нүктесімен аяқталды. Қайттан, мынау келесісі дәл осы В нүктесімен басталып, С нүктесімен аяқталды. Сонда қарашы, мысал үшінге, қарапайым жағдайда саған АВ векторы менен БЦ векторын қос десе. Онда қара, АВ векторы Адан Б-ға бағытталған, а мынау БЦ деген Б-дан С-ға бағытталған. Бір-бірінің артынан қуалап тұр. Онда бұның нәтижесі новый бір вектор болады. Вектор дейін деп атым. Новый вектор болады. Ол бізде міне. Басталған жері А болды, соңғы жері С болды. Онда олардың қосындысы АС векторын береді екен. Сонда оқушым, қара. Егерде бір вектор беріліп, соның мына аяқталған нүктесінен әрмен қарай басқа нүкте, басқа вектор жалғастырып алып кететін болса, мысалы, мынау В-дан аяқталды, мынау В-дан басталып тұр, көрдің ба? Ол екі векторларды қосқан кезде, мына ең басы мен мына ең соңын жазсақ болады. Сонда АВ-ға БЦ-ны қосқан кезде екеуіне де Б ортақ қой. Олай болса, мынау Б-дан аяқталып тұрса, мынау әрмен қарай Б-дан жалғастырып тұр, онда ең басы А еді, мынаның ең соңы С. Онда АС векторы шығады, көрдің ба? Сонда, мысалы, АВ-ға БЦ-ны қосатын болсам, онда мына ортасында Б деген екеуіне ортақ, получается Адан басталды, С-дан аяқталды дей саласыңдар. АС векторы. Сонда сызбамен де түсіну керекпіз. Сызбасыз кейде алгебралық түрде мына екеуінің, мына екі вектордың қосындысын тап десе де бірден түсіну керекпіз, мынаған тең екендігін. АВ анау В-дан аяқталып, В-дан басталып тұрған үшін келесісі. Онда жалғап кетуге болады деген сөз бір-бірін. Сонда ол АС векторы, мына вектор болады, новыйдан пайда болған. Бұл үшбұрыштар ережесі өте мықты етіп түсіндіріп беріп жатырмын, оқушым. Мән беріп қараймыз, иә. Олай болса, мына жердегі артық нәрселердің барлығын өшіріп тастаймын. Артық информацияны бәрін өшіріп тастаймын. Мына стрелкалары сақталып тұра берсін. Енді қараңдар, келесі. Енді бізде егерде векторлар бір-бірінің артынан қуаламай қалса, мысалы, А векторы мына жерде стрелкасы былай бағытталып тұр, Б векторы мына жерде стрелкасы былай бағытталып тұр. Солай болып қалса, онда бұл екі векторды қосқың келетін болса дейді, онда сен бет дейді. Параллелограмм құрастырып жібер дейді. Яғни, мына Б векторіне қарама қарсы
дәл осыған параллель болатын бір түзу жүргіз дейді. Былай үзік сызықпен жүргізіп қойын. Сосын мынау аға қарама қарсы параллелограмм етіп, міне осылай тағы да бір үзік сызық жүргіз. Ромб сияқты болып тұр ғой, міне байқап тұрсың ба, параллелограмм да, былайша айтқан кезде. Сол параллелограммның мына диагоналі дейді да, мына екі вектордың қосындысын береді, яғни екі қабырғасының қосындысын береді дейді. Бұл ұзындық туралы айтылып жатқан әңгіме емес. Оқушым, бұл жаңа дүние өтіп жатқан вектор деген тек қана ұзындыққа қатысты әңгіме емес. Мысалы, А-ның ұзындығы мен Б-ның ұзындығы қосса, С-ның ұзындығы шығады деген сөз емес. Бұл жерде бұған қатысы жоқ. Бұл жерде просто А векторы менен Б векторының координаталарын қосса, мына С векторының координаталары шығады деген сөз. Мына параллелограмм диагоналі шығады. Сонда мынау А мен Б-ның қосындысы деген сөз ғой, мына жер С-мыз, басқаша айтқанда. Сонда бұл параллелограмм ережесі екен. Басқаша былай айтсам болады. Мысалы, мынау А болса, мынау Б болса, онда осы екі вектордың қосындысын тап десе, суретпен беріп қою мүмкін. Қосындысын тап десе, онда сен дәл осы тұрған жерінде параллелограммның суретін сала сал. Міне, бірі ұзындығы, бірі ені сияқты тұра қалды. Параллелограмм шықты. Осы кезде мына диагоналі бізде береді екен мына екі вектордың қосындысын. Яғни бұл С векторы болады. Ол бізде А мен Б-ның қосындысын береді. Сонда, егер бір-бірінің артынан қуаласа үшбұрыштар ережесімен қосуға болады, ал егер де екеуі екі жаққа бүйтіп қалса, бір-бірімен артын беріп тұрып қалса, екі жаққа кетіп қалатын болса, онда ортасынан параллелограммның диагоналін шығара саламын. Параллелограмм құрастырып ше. Болды, сонда осы екеуінің қосындысы мына ортасындағы диагональ бола салады. Болды осы ғана. Бұл екі ереже векторларды қосудың. Тағы да бір ережесі бар, оны келесі бетте айтамын. Енді қара оқушым, мына жерде векторды параллель жылжытуға болатыны туралы айта кетейін. Кез келген векторды, мысалы мына жерде бір былай тұрған бір А векторы берілсін, осы векторды өзіне параллель етіп көшіруге болады, осы заңдылықты сақтай отырып. Яғни дәл осы тұрған вектордың басын сақтаймын, және мына ұшы ғой, және басын сақтаймын. Басы мен ұшын сақтай отырып, міне қара, мына жерге көшіруге болады, өзіне параллель қабырғаға көшіруге болады. Міне, мынау да А векторы болады. Сонда векторларды параллель жылжыта беруге болады екен. Мысал үшінге саған бір тіктөртбұрыш берілсе, сол тіктөртбұрыштың енді қарама-қарсы қабырғалары тең екенін білеміз ғой. Егер де тіктөртбұрыштың қабырғасынан саған былай айтса, мына қабырғамыз А векторы, мына қабырғамыз Б векторы десе, онда мынау А болса, дәл осыны параллель көшірсем, мына жерге алып келсем болады. Бұл да А векторы болады. Мысалы, мынау Б векторы болса, мына бағыты былай қарап тұрса, онда ол мына қалып келіп көшірсем болады, мына Б векторы етіп. Мына осылай көшіре беруге болады. Міне әдемілеп көрсетіп қояйын, е. Жақсы. Өзіне параллель болатын ұзындығы теңдей етіп, ұзындығын сақтайсың ғой, короче. Ұзындығы мысалы осы қолдың размерінде болса, дәл осы қолдың размерінде жылжытамыз да, параллель көшірген кезде ұзындығы өзгеріп кетпеу керек, және оның көлбеулігі қисайып, қалай қисайып тұр, тура солай қисайып көшу керек қой. Сонда ол өзімен бірдей тең болатын қабырғаларға көшіруге болады екен. Әрине бағытын сақтап қаламыз, бағытын наоборот қаратып қоюға болмайды. Сонда айтады, векторларды параллель жылжытқан кезде вектордың координаталары өзгермейді, сол күйі қала береді екен. Мысалы, мына жердегі вектордың координаталары 3-4 болса, мынанікі де 3-4 болып қала береді екен. Вот мына мағынасы осында жатыр. Енді оқушым, астында мынандай нәрсе көрсетіп қойдым. Дұрыстап қарап шықсаң түсінесің. А векторы мен Б векторын қоссақ дейді да, енді А векторының координатасы бар өзінің, Б векторының өзінің координаталары бар. Қоссақ, новыйдан С векторы пайда болады дейді. Жаңа мен бұны мына жерде мына есепте қолданып кеттім, үшінші есепте. А векторы мен Б векторын қосқан кезде С векторы пайда болады. Мысалы, новыйдан атын С демеуге болады, мысалы, К деуге болады, бәрібір, М деуге болады, разница жоқ. Жаңа бір вектор пайда болады, ал бұл екі векторды қосқан кезде сәйкес координаталар қосылады. X-на X-і, Y-на Y-ға қосылады. Сонда X1 плюс X2, Y1 плюс Y2. Ең бастысы қосу болса болды арасы. Ал егер де арасы азайту болса, онда сәйкесінше азайтамыз. Яғни X1-ден X2-ні азайтам. Мына, мынаның біріншісінен мынаның біріншісін азайтам. X1 минус X2. Мына жерде А-ның тазасы А-ның координаталарынан Б-ның сәйкес координаталарын азайтамыз. Сонда Y1-ден Y2-ні азайтам. Міне мынау. Оқушым, келесі жолы алдағы уақытта мына сөз жаттап ал. Сәйкес координаталарын қосу немесе сәйкес координаталарын азайту деген X-на X-ін, Y-на Y-ін қосу деген сөз. Сәйкес координаталарын азайту деген сөз X-нан X-ін, Y-нан Y-ін азайту деген сөз. Сол сәйкес деген сөз жаттап алыңыз, хорошо, алдағы уақытта сәйкес дегенді қайта-қайта түсіндіріп жүрмейін, е. Сәйкес координаталарын қосамыз деген кезде бірден түсіну керекпіз ғой. Енді бұл түсінікті деп ойлаймын. Сонда векторларды қосқан кезде сәйкесінше қоса саламыз, азайтқан кезде сәйкесінше азайта саламыз координаталарын. Міне осы, көрдің ба? Уже қолданып жатырмын сәйкес дегенді. Жақсы, бұл жерде векторлардың қосындысы туралы айта кеттім. Ал енді мысалы да қарапайым тұрғыда
мына есепте а векторы мен б векторын қос десе, параллель көшіру емес, просто қос десе, онда а векторы былай тұр, б векторы былай тұр, не істеп тұр? Бір-біріне артын беріп тұр да, былай шыққан кезде. Екеуі бір нүктеден екі жаққа шығып кеткен. Онда бұл екеуінің қосындысы параллелограмм ережесі бойынша мынаған параллель бір түзу жүргіземін, мынаған параллель түзу жүргіземін. Сонда бұл жерде тіктөртбұрыш шығады. Тіктөртбұрышын тоже параллелограмм ғой. Осының мына диагоналін таба саламын. Сонда бұл а мен б-ның қосындысын береді. Түсінікті деп ойлаймын. Міне қай ережеге бағынды? Әрине мұндағы параллелограмм деген ережесіне, векторларды қосудың ережесіне бағынды. Өте мықты етіп түсіндіріп бердім. Олай болса, келесі бетке көшемін. Сонда мына суреттерде, мынаның бәрін алып тастай салайын. Бәрін алып тастасам, енді артық нәрсенің бәрін алып тастайтын болсам, суреттерде не байқап тұрмыз? А плюс Б тең С-ға дегенді байқап тұрмыз. Яғни С векторы А мен Б-ның қосындысын береді. Мұнда да С векторы А мен Б-ның қосындысын береді. Маңыздысы стрелкалар қайда бағытталып тұрғаны. Мына стрелкалар бағытталып тұрған жерін шатастырып алмай қараңдар. Олай болса кеттік, келесі бетке көшейік. Келесі бетте енді бірнеше вектордың қосындысы. Бұл жерде енді бірінші, мынаяқта үшбұрыштар ережесін өттік, одан кейін параллелограмм ережесін өттік. Енді бізде векторларды қосу үшін көпбұрыш ережесін қолдансақ болады. Егер бір емес, екі емес, екеуден көп векторлар кездесетін болса, оларды көпбұрыш ережесімен қоссақ болады. Онда айтады, бірнеше векторды қосу ережесі көпбұрыш ережесі деп аталады дейді. Бұл ереже үшбұрыш ережесіне негізделген. Не үшін бұған негізделген? Себебі үшбұрыш ережесі бойынша бір-бірінің артынан қуалайтын болса, онда басы мен соңын қоссақ болатын еді. Сол сияқты көп векторлар бір-бірінің артынан қуаласа, мына стрелкасы қайда бағытталған? Былай бағытталған. Міне бір-бірінің артынан қуалап тұр ғой, мынау бір-бірінің артынан бағытталып тұр. Сонда осы үш вектордың қосындысы дейді да, мынаяқтан новыйдан ең басталу нүктесімен мына ең соңғы нүктесін қосқандағыға тең болады дейді. Міне d векторы шығады дейді. Сонда айтады, d векторы дегеніміз ол a, b, c осы үш вектордың қосындысын береді дейді. Міне a плюс b плюс c тең болады d-ға деген міне осы жерде. Жақсы оқушым, бұл түсінікті деп ойлаймын. Мысалы, бұны енді басқаша былай түсіндірем сендерге. Нүктелер арқылы түсіндірем. Мысалы, мынау А нүктесі болсын. Латынның үлкен әрпімен, мынау Б нүктесі болсын, мынау С нүктесі болсын, мынау Д нүктесі болсын. Енді қара. Ең бірінші ол АВ векторы, ол мынау тұр міне. АВ векторы. Жазып қойын. АВ. Плюс мынау бізде БЦ векторы. АВ-ға БЦ-ны қосамыз. Плюс мынау бізде СД векторы. СД векторы. Осы үшеуінің қосындысын тап десе, оқушым қара. Мынау Б-дан аяқталып тұр, мынау Б-дан басталып тұр. Получается, АВ мен БЦ-ның қосындысы нені береді? Сразу АЦ-ны береді деп жазсам болады. Дәл мынау сияқты, мына АВ мен БЦ-ны қоссақ, үшбұрыштар ережесінде АЦ шығады. Егер де мына екі векторды қосатын болсам, АВ мен БЦ-ны, онда мына жерде новыйдан АЦ векторы шығады. Сосын қайттан мынаяқта үшбұрыш пайда болады ғой, АЦ мен СД деген. Сонда тағы да үшбұрыштар ережесі бойынша қосылады. Екі рет үшбұрыштар ережесін қолданған сияқты боламын да, негізі. Бірақ оны біз көпбұрыштар ережесі деп айта береміз. Енді қара. Сонда осы жерде мен қазір жазамын, АБ-ға БЦ-ны қоссақ, бұның нәтижесі АЦ-ны береді. Олай болса мен бұл жерге АЦ деп жазамын. Енді плюс СД қалып тұр ғой. Плюс СД. Енді алгебралық тұрда қара. Мынау Адан бастап С-дан аяқталды, мынау сол С-дан әкетіп жатыр, жалғастырып жатыр. Әкет дейтін сөзді білеміз ғой, тура сондай болып жатыр, әкетіп жатыр ғой, үшін. С-дан аяқтап тұр, мынау С-дан бастап әкетіп тұр ғой, дальше. Значит, онда АЦ мен СД-ның қосындысы ең басындағы А менен ең соңындағы Д-ны береді. Сонда АД векторына тең болады екен. Мына жерге жаза салайын да, жырымшылап оны бөлек-бөлек қылмай. Сонда АД векторы пайда болады. Значит, онда мен логикалық тұрда келесі жол сразу былай айтам. Так, мынау Б-мен аяқталып тұр, Б-мен басталып тұр, онда екеуін біріктіріп АЦ деп айтам. Сосын АЦ, мынау С-мен аяқталып тұр, мынау С-мен басталып тұр, онда АЦ мен С-ны қосып АД деп айтсам болады. Міндетті түрде анау аяқтаған жерден анау бастап кету керек. Енді орындар ауысып кетсе де бәрібір. Мысалы, АВ векторы плюс СД векторы плюс БЦ векторы десе, сен іздеп тауып алсаң болады. Типа мынау Б-мен аяқталып тұр, онда Б-мен басталатын вектор іздесең болады. Орындан ауыстырып жазуы мүмкін. Міне Б-мен басталып тұр, получается мына екі векторды қоссам болады. А мен БЦ-ның қосындысы АЦ-ны береді дейсің. Сол кезде тек қана мына С-да қалады. Сөйтіп АЦ мен С-ны қосасың, мынау С-мен аяқталып тұр, С-мен басталып тұр, онда бұл АД-ны береді деп айта саласың. Сонда қара, барлығының қосындысы енді мынаны береді дедім ғой соңынан, иә? Бұл шынымен соны бере ма, қараш? Мынау А, ал мынау міне Д. Көрдің ба? Басталған нүктеден басталды да, мына соңын қоса салды. Мынаның да стрелкасы маңызды. АД.
да деп былай қарап салып қойып жүрмеңдер, хорошо? Сонда басталған нүктеден басталып, аяқталған нүктеден аяқталады ғой. Стрелка келіп тоқтаған жерге стрелка барады бұл жақтан да. Көрдің ба? Стрелка болып жатыр ғой бұл жерде сонда. И сонда бұл жердегі вектор АД. Көрдің ба? Латынның үлкен әрпімен оқысаң, бұл АД векторы. Міне көпбұрыштар ережесі дегеніміз осы екен ағайын. Осы жерге дейінгі барлық түсіндірген нәрсемді жақсылап жазып ал оқушым. Қазір келесі бетте осыған есеп шығарып көреміз. Номер 4 есеп. Векторлардың қосындысын табыңыз дейді. Давайте көрейік. Тең дейміз да енді жазамыз. Так, АБ деп тұр, СД деп тұр, минус СБ плюс ДЕ. Енді осы кезде маңызды бір ақпарат түсіндіргім келіп отыр оқушым. Егер де артқа өтейін, кез келген векторда, мысалы мынау Адан басталды, мынау Б'дан аяқталды, я? Кез келген векторда, бұл АБ вектор ғой енді. Кез келген векторда, егер де ауыстырып жазатын болсақ, БА деп жазатын болсақ, БА деп жазғымыз келетін болса, онда алдына міндетті түрде минус шығарамыз. Ол қайдан шығады десеңдер, бағана айтып ғой, АБ векторы деген мысалы координаталар 3-4 болса, онда БА-нікі минус 3-те минус 4, яғни қарама қарсы таңба ауысады деген. Сол сияқты алдына минус шығарамыз, міндетті түрде. Бұл не деген сөз? Кез келген вектордың алдына минус таңбасын қойсақ, бағыт өзгереді деген сөз. Мысалы, мен қазір бетейін, А және Б нүктесін белгілейін. Енді қараш, АБ деп емес, енді БА векторы десек, ол Б'дан Аға бағытталса, ол былай жазылады. Міне көрдің ба? Мынау бізде уже БА векторы. А если мен осының алдына егерде қазір минус таңбасын беретін болсам, ол онда қайтадан міне қарай секіреді. Яғни әріптер ауысса таңбасы, яғни стрелкасы наоборот жаққа өзгереді, алдына минус шықса қайттан наоборотқа өзгереді. Сонда қайттан АБ векторы сияқты болып қалады. Сонда АБ векторын егерде біз жазғымыз келетін болса, просто БА деп жаза алмаймыз. Орындарын ауыстырсақ, алдына минус қоямыз міндетті түрде. Сонда АБ векторын минус БА вектор деп айтсақ болады екен. Осыны жақсылап жазып алайық, жаттап алайық және сыртын қоршап қояйық. Міне сыртын қоршап қоямын. Енді осыны қазір алдағы уақытта қолданатын боламыз. Дәл осы жерде екі рет қарап жүрші оқушым. Дәл осы соңғы түсіндіргенде бір көргеннен түсінбей қалуың мүмкінсің. Кеттік, онда келесі бетке көшейік. Енді мына жаңа 4-ші есебімізді шығарып тастайық. Бізде айтады АБ плюс СД минус СБ плюс ДЕ. Енді қараш, егер де бізде минус СБ беріліп тұрса, итакта минус СБ болатын болса, онда мен қазір Б мен С'нің орнын ауыстырып жіберетін болсам, БЦ дейтін болсам, онда бұның алдына минус шығу керек болып қалады. Минус шығады, еще табиғаттың минусы бар алдында, табиғи минус бар да. Минус пен минус сонда плюс береді, көрдің ба? Сонда міне бұл бізде кәдімгі БЦ векторын береді екен. Сол үшін де мен жаңа айттым. АБ-мыз минус БА-ға тең дедім. АБ-мыз минус БА-ға тең. Бізде просто мынау мынандай қылып берген ғой, минус БА деп берген. Значит, екеуін орнына ауыстырсам, кәдімгі АБ болады. Сонда минус СБ дегенім, екеуін орнына ауыстырсам, кәдімгі плюс таңбалы БЦ бола салады. Көрдің ба? Екеуін орнына ауыстырса, алдына тағы минус шығады, минус емес плюс береді. Сонда мен мынаны бүйтіп жазалам. АБ векторы қосылған СД векторы, сосын мынау плюс БЦ векторына айналды, плюс ДЕ векторы. Енді тең, қараңдар. Осы кезде АБ мен БЦ-ны ілестіріп артынан қойсам болады. Не үшін? Себебі мынау Б'дан аяқталып тұр, мынау Б'дан басталып тұр, көрдің ба? АБ мен БЦ-ны өйстіп қойып қоям. Дальше мынау С-дан аяқталып тұр, дальше С-дан басталатын бар ма? Міне С-дан басталатын бар. С-ды. Мынау Д-дан аяқталып тұр, Д-дан басталатын бар ма? Өзі мынау ғана қалды ғой. ДЕ. Енді бәрі бір-бірін жалғастырып тұр ма? Әрине жалғастырып тұр. Идея мынадай болып тұр. Мына жерде АБ болып тұр, АБ векторы бар. Сосын әрмен қарай БЦ болып кеткен. БЦ векторы бар. Одан кейін СД болып кеткен. СД болып кеткен. Содан кейін ДЕ болған. Енді қараш. Не байқап тұрсың? АБ, БЦ, СД, ДЕ. Бәрі бір-бірінің артынан қуалап тұр. Онда бұл суретін сызатын болсақ, просто логично АЕ векторы болуы қажет. Басы мен соңы. Сонда АЕ векторы шығады бәрінің қосындысынан. АЕ дейтін вектор шығады, мен оны Е деген әрпі ұсқынсыз болып қалды ғой. Мына АЕ деп салып қойын. Сонда мен айтам, АБ мен БЦ-ның қосындысы, ол бізде Б'дан аяқталып, Б'дан басталып тұр, әкетіп жатыр да. Значит, АЦ векторы болады бұл. Мына басы мен соңын айтам, АЦ. Көрдің ба? Сонда АБ мен БЦ-ның қосындысы мына АЦ векторын беріп тұр. Пока что. Енді АЦ мен СД-ның қосамын. АЦ мен мына ақ жақ қалғанын көшіріп жазуға ұмытып кетіппін ғой. СД
плюс de. Негізі бірден айтуға болады ғой. Мынау тоқтаған жерде мынау жалғастырып тұр, мынау тоқтаған жерде мынау жалғастырады, мынау тоқтаған жерде мынау жалғастырады. Онда ең басы А, ең соңы Е, онда АЕ вектор деп айтсақ болады. Бірден мен қазір Аны белгілей берсем болады. Бірақ мен официально бәрін жазайын. Типа мына екеуінің қосындысы бізде нені берді? Жаңа АЦ векторын берді, сосын қалғанын көшіріп жаздым. Енді қара, мына екеуінің қосындысы бізде нені береді? АЦ мен С-ның қосындысы, мынау С мен аяқталып тұр, мынау С мен басталып тұр, онда АД-ны береді. Бұл АД векторын, яғни АЦ мен С-ның қосындысы мына бір АД-ны береді. Үшбұрыштар ережесі бойынша қосқан сияқты болып жатырмын да, барлығын. Сонда мен жазам АД. Әрине қиындатқан сияқты көрінуі мүмкін, негізі оп-оңай. Сосын дальше АД-ны жазып қойын. И дальше мына соңында қалған ДН жазып қоям. Енді қара. Мынау Д мен аяқталып тұр, мынау Д мен басталып тұр. Сонда АЕ деп жаза салам. Бір-бірінің артынан ілесіп тұр. Сонда ең соңында АЕ шығады екен. Бұл бізде А жауабы болып тұр екен. Оқушым, мына жерге келген кезде бірден ұйықтатып жіберсең болады есепті. Егер сен тәжірибелі оқушы болсаң, уже сен ұйықтата берсең болады деген сөз. Мына жерге келетін болсаң, стрелкасын қайттан зап қойын, А мен БЦ. Мына жерден бірден ұйықтатуға болады ғой. Осы жерді көріп тұрып. Б-дан аяқталды, Б-дан басталды, С-дан аяқталды, С-дан басталды, бәрі бір-бірін жалғастырып жатыр. Д-дан аяқталды, Д-дан басталды. Онда ең басында А мен, ең сонда Е-ні жазам, арасы қосу болса болды. Сонда ол АЕ векторы болады екен. Төртінші есебім осымен аяқталды, және осы мен дәл қазір видео сабақтың бұл бөлімін аяқтағым келіп отыр. Қазір келесі беттен бастап нөлдік векторды үйренетін боламыз. Оны мен келесі видео сабаққа қалдырамын. Оқушым, бұл видео сабақты басынан бастап бір қарап ал, үшбұрыштар ережесі, параллелограмм ережесі, көпбұрыштар ережесі барлығын жақсылап оқып, қарап ал. Сонда ғана бізде мынау бәрінің қосындысы мынаған тең екендігін, немесе векторларды қосу қандай болатындығын үйреніп аламыз. Олай болса оқушым, осымен менің вектор тақырыбына арналған видео сабағымның екінші бөлімі аяқталды. Келесі үшінші бөлімде жүздескенше.